Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен Bamboozle интерактивті ойынның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен Google-ға Bamboozle ойыны деп ағылшын тілінде жазып, бірінші шыққан сілтемеге өтемін. Мінекей бізге осындай бет ашылатын болады. Тілді орысшаға аударып, моя библиотека бөліміне кіремін. Кіргеннен соң жаңа ойынды енгізу бөліміне кіріп, ойын туралы қысқаша мәлімет жаза кетемін. Мысалға бірінші тақырыпты толтыратын боламыз. Ол жерге кітапхана деп жаздым. Одан кейін екінші описаниесі қысқаша кітап туралы тереңірек білу деп толтырдым. Одан кейінгі кезек бізде тіл, қазақша қылдым. Сосын ең соңғысын кітапхана деген сияқты сөздерді жаздым. Одан кейін соңында сделать игру, яғни ойынды жасаймыз. Бұл жерде бізде сұрақ берілген бір жағына, екінші жағына жауап. Демек, сұрақ пен жауап бөлімі. Мен бірінші сұрақ жазамын. Әлемдегі ең үлкен кітапхана деген сұрақты енгіздім. Және оған Конгресс кітапханасы деген жауапты енгіздім. Сосын мына жерге ұпайын қоямыз. Одан кейін сохранитті басамыз. Келесі сұрақтарды да дәл осылай енгізіп кетеміз. Қалағаныңызша сұрақ жазуыңызға болады. Енді осы жасаған жұмысымызды көру үшін моя библиотекаға өтіп, мінекей мұнда біздің жасаған жұмысымыз көрініп тұр. Осыны басатын боламыз үстінен. Мінекей мен жасаған сұрақтар. Енді play бөліміне өтемін. Біріншісін таңдап, командалар мұнда берілген. 2 команданы таңдадым. Және редактировать етіп, командалардың атын жаздым. Бірінші командаға алғырлар, екіншісіне жүйріктер деп топтың атауын бердім. Енді 2 топ сұрақтарға жауап береді. Мінекей ұпай саны төбесінде қосылып отыр. Осылай оқушыға командалық ойынды ойнататын боламыз. Ал енді осы дайын ойынды сақтау үшін бөлісуге келіп, почта арқылы да, WhatsApp не арқылы болса да сақтауыңызға болады. Мен әрине WhatsApp'ты таңдадым. Сосын осылай ашылғаннан кейін өзіңізге қажетті адамға ссылканы жіберіп сақтап қойсаңыз болады. Сол сілтеме арқылы кез келген уақытта ойынға кіріп оқушыларыңызға ойната аласыздар.